Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін Bonafi пай тортының рецептісімен бөліспекшімін. Оңай әрі тез дайындалатын торттың рецептісін бөлісетін боламын. Алдымен майдалағышқа печенье салып аламыз, толтырып. Қандай печенье болса да бола береді. Осылайша печеньеларымызды салып, қақпағын жауып, жақсылап майдалап аламыз. Міне майдалап алдық. Енді майдаланған печеньенің үстіне ерітілген сармайды құямыз. Сармайды құйған соң, оны да жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алда әрі қызықты, тез оңай жасалатын рецептердің көбісімен бөлісетін боламын. Міне жақсылап араластырып алдық майды. Енді оған бір қасық какао саламыз. Бір қасық какаоны салып, оны да жақсылап араластырамыз. Алдын ала дайындап алған формамызға, осылай формаға майдаланған печеньеміздің барлығын салып, осылай стаканның көмегімен қатты күшпен басып шығамыз. Шеттеріне бортиктерін жасап, қатты басатын болсақ, сол кезде жақсы қатып шығатын болады. Енді печеньені басып болған соң, оның үстіне варенканы құйдық. Варенканың үстінен турап алған банандарды қойып шығамыз. Міне бананымызды да қойып алдық. Енді бетіне крем жасаймыз. Мен дайын кремді алдым. Жақсылап миксердің қатты жағымен миксерлеп алсаңыз, қатып дайын болатын крем. Сливки мен творожный сырды араластырсаңыздар да күшті крем шығады. Мен осылай дайын креммен жасадым. Кремімізді жақсылап дайындап алдық. Енді кондитер пакетке салып, осылай насадкамен гүл жасап шығамыз үстіне кремін. Осылай гүлді етіп жасасақ, әдемі көрінеді. Міне кремдерімізді де әдемі қылып істеп алдық. Енді оның үстіне әсемдік үшін какао ұнтағын сепіп шығамыз. Какао ұнтағын сепіп шығамыз да жақсылап тоңазытқышқа салып, 2-3 сағат қойып, сосын кесіп, дайын болған тортымызды дәм татамыз. Міне тоңазытқыштан алып, шетінде формасын алдық. Тортымыз әдемі болып, дәмі де ерекше болып шықты. Миксерді де, жұмыртқаны да қажет етпейтін торттың рецептісін міндетті түрде дайындап көріңіздер.